Шай. Баршаңызға сәлем. Менің есімім Гүлбану. Сіздерге бүгін осындай өріктің вареньесін қалай жасадым, соны сіздерге бөлісемін. Ең бірінші өрікті тазалап жуып аламыз. Өрікті жуып алған соң дәнін ажыратып шығамыз. Дәнін осылай ажыратып шыққан соң, менде 2 кило өрікке 2 кило шекер салдым. 2 кило шекерді салып, кішкене араластырып қоямыз. Мен көрмедім, мама. Сен көріп жатсың. Осылай араластырып қоямыз. 1 күнге қалдырсаңыздар да болады. Мен 1 күнге қалдырмадым. Мен 1-2 сағатқа қалдырдым. Соның өзінде кішкене суы шығыпты. Дәл осы күйінде мен газге қоямын. Газге бір қайнатып аламын 5 минут. Қайнап болған соң суытып қоямыз. Мен көрмедім. Не осылай ақ көбігі шыққанша қайнатамыз. Ама мен көрмедім. Қайнат болған соң суытамыз. Суыт болған соң, міне суыт болған соңғы қайнатқан түрім осылай. Көбігі басылып, тынық болып қалады. Осылай тағы да бір қайнатып алып, міне осындай бүтін болып шығады. Өзінің шыққан суы қазір ыстық болған соң сұйық болып тұр. Ертең суығаннан соң қою әсел сияқты әдемі болады. Осы қайнап тұрған кезінде банкілерді жуып, тазалап, құйып алдым. Осылай жауып алдым. Менде 3 литр шықты. 3 литр және кішкене ыдысқа құйып алдым артылғанын. Міне мен осылай вареньені осылай жаптым. Түсі мөп-мөлдір әдемі болып шықты. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен қуанып қаламын. Маған жазылып қойыңыздар, бұдан кейін де әдемі рецепттер шығады. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны басып қойыңыздар.